Абайдың 36-шы қара сөзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләмнің хадис шәрифінде айтылыпты. Кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген. Біздің қазақтың өзінің мақалы да бар. Ұят кімде болса, иман сонда деген. Енді бұл сөзден білінеді. Ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек. Ұят өзі қандай нәрсе? Бір ұят бар, надандықтың ұяты. Жас бала сөз айтудан ұялған секілді, жақсы адамның алдында жазықсыз ақ әншейін барып жолығудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс, жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын керістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялған мұндай ұят шын ұялу емес, ақымақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе, шариғатқа теріс, ақылға теріс, я абыройлы бойға теріс бір іс себепті болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ, бір бөтен адамнан шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол ұят істі қылған адамды есіркегендіктен болады. Япырмай, мына байғұс не болады, енді мұның өзі не болады дегендей бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді қысып, қызартып кетеді. Біреуі сондай ұят шариғатқа теріс, я ақылға, я абыройлы бойға теріс, я адамшылыққа кесел қылық, қатеден яки нәпсіге еріп, ғапылдықтан өз бойыңнан шыққандығынан болады. Мұндай ұят қылық қылғандығыңды бөтен кісі білмесе де, өз ақылың, өз нысабың өзіңді сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіңе жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұятты күшті адамдар ұйқыдан да, тамақтан да қалатыны бар. Хатта өзін-өзі өлтіретіндігін кісілерде болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіс қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөз де түспейді, көңілге ой да түспейді. Көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді. Бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгел еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгел қызармайды да. Ол істен мен ұятты болдым демейді ғой, енді нең бар дейді. Я болмаса, жә, оған мен ақ ұятты болайын, сен өзің де сөйтіп бедің, дейді. Немесе пәленше түгенше де тірі жүр ғой, пәлен қылған, түген қылған, менікі оның қасында несі сөз, пәлендей, түгендей мәнісі бар емес пе дейді. Деп, ұялтамын десең, жап-жай отырып дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе, ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған кісі десек, хадис анау. Жақсылардан қалған сөз анау. Осындай адамның иманы бар дейміз бе, жоқ дейміз бе? Комментарийға жаза кетіңіздер.